Сіздермен құрметті көрермендер, біздер бүгін домалақ табанды корзинаның басқаша узормен табанын тоқитын боламыз. Так, ол үшін маған 4-4-тен 16 стойка керек. Бірінші 4 стойканы мен былай ұзына қойып алдым. Одан кейінгі 4 стойканы былай, осы 4 стойканың былай үстіне қойып алдым. Одан кейінгі 4 стойканы керісінше мынау астында болса, мынау үстінде келетіндей қылып қойдым. Одан кейінгі 4 стойканы да мына осылай, мынау үстінен түсіп тұр, мынау астынан шығып тұр. Ал мынау стойканың үстінен шығып тұр. То есть мына осылай бір-бірін өстіп қиып тұратындай қылып бір-біріне осылай өткізіп алдық. Енді біз алдын ала сіздер уже трубочкаларды өсіруді білесіздер, уже алдын ала мына трубочкамды өсіріп алдым мен. Мына двойной трубочка өстіп тоқып бастаймыз. Ең бірінші біз 8-8-ден тоқып шығамыз. 8-8 стойкадан тоғып 3 қатар тоқып шығатын боламыз. Так, алғашқы 4 стойкамызға былай кіргізіп аламыз. 4 стойкамызға кіргізіп аламыз. Так. Былай кіргізіп аламыз мұны. Так, енді мұны екі бүктеп, 8 стойканың орап кіргізіп алдық. Енді мұны трубочканың, рабочий трубочкамыздың мұны астын келесі 8 стойканың үстінен өткіземіз. Ал мұны үстіңгісін астынан өткіземіз. Бір қатар тоқылып кеткенше осылай кішкене қиындау болады. Одан кейін айналдырамыз. Одан кейін мынау рабочий трубочкамызды енді астыңғысын қайтадан келесі 8 стойканың үстінен өткіземіз. Мына үстіңгісін астынан өткіземіз. Айналдырамыз. Қайтадан астыңғы рабочий трубочкамызды келесі 8 стойканың үстінен өткіземіз. Үстіңгісін керісінше астынан өткіземіз. Менің курсыма қатысқандар уже біледі бұл принципті. Так, енді екінші қатар кетеді. Енді келесі мына астыңғысын қайтадан бір тоқып өткен трубочканың үстіңгі жағынан осылай өткіземіз. Үстіңгі трубочка астына кетеді. Так, мынау үстіңгі трубочка үстіне өтеді, астыңғы трубочка үстіне өтеді, үстіңгі трубочка астына кетеді. Енді бұл жерде біздің уже мына трубочкамыз астына кеткенде уже келесі трубочка стойкалардың үстіне кетеді ғой. Сондықтан біз трубочкаларды білесіздер стойкалардың астынан өсіретін боламыз. Сондықтан мына примерно бүйтіп белгілеп аламыз. Мына жерде өсіретін жерімізді майыстырамыз. Ал мына трубочкамыз мына стойкалардың астына келгенде өсіру керек болады. Бұларды да заранее қиып, бұл трубочкамызды да өсіріп алсақ болады. Так, ол үшін мұны майыстырып аламыз қиятын жерімізді. Так, мына жерден сөйтіп біз екі трубочкамызды қазір өсіріп аламыз. Так, өсіруді тағы көрсетейін.
Так, мына бас жағын тегістеп қиып аламыз. Клей капать етеміз. Бірінші қиған. Мына жерде егер мына трубочкаңыз кигізуге кішкене жуандау болса, мына қиған жерімізден ішке қарай майыстырып кіргізіп жібереміз. То есть трубочкамызды жіңішкертеміз. Жуан болса, соны ішіне қарап кигізіп, жіңішкертіп жібереміз. Сөйтіп клейтеткен трубочкамыздыға кигіземіз. Так, кигізіп алдық. Енді келесі трубочкамызды да өстіп кіргізіп, қолымызбен, тырнағымызбен кіргізіп, жіңішкертіп аламыз да, клейлеген трубочкамызға кигіземіз. Кеттік, өсіріп алдық. Ары қарай тоқимыз. Астыңғы трубочка әрқашанда үстіне түседі, үстіңгісі астына түсіп отырады. Астыңғысы үстіне түседі. Үстіңгі трубочка астына түседі. Осылай мен қазір мұны 3 қатар тоқып шығамын. 8-8-ден. Так, мұны асты үстіне кетеді. Үсті астына кетеді. Трубочкалар жұмсақ кезде жөндеп, кең болып кетсе тарылтып, солай отырсақ болады. Міне соңғы 3-ші қатарда тоқимыз қазір. Уже барлық 8 қатар, 8 стойкалар уже міне 3-3-тен, тағы бір қатар бар екен қазір. Мына 3-ші қатар последний. Өстіп 8 стойкадан мына 3 қатардан тоқып шықтық. Бос кезінде тарылтып, жақындатып ала берсеңіздер болады. Так, енді қазір менің уже настойкам уже бітеді. Мына жерден өсіремін. Мына жерден майыстырып аламын, мына жерден өсіремін. Ал настойканы, мына трубочканы настойкалардың астына өсіруім керек. Так, қазір мен бұларды өсіріп алам. Трубочкаларымды өсіріп алдым. 8 стойкадан мұны 3 қатар тоқыдық. Енді ары қарай уже стойкаларды біз бөлеміз. Уже 4-4-тен тоқитын боламыз. 4-4-тен тағы да 3 қатардан тоқып шығамыз. Астыңғысы үстіне кетеді. Үстіңгісі 4 стойканың астына кетеді. Так. Стойкаларды алшақтатамыз. Мұны астыңғысы үстіне кетеді. Үстіңгісі астына кетеді. Астыңғысы үстіне кетеді. Үстіңгісі стойканың астына кетеді. Так, келесі стойканы, 8 стойканы ажыратамыз 4-4-тен. Так, астыңғысы үстіне кетеді. Үстіңгісі 4 стойканың астына кетеді. Так, астыңғысы үстіне кетеді, үстіңгісі астына кетеді. Өстіп, енді 4-4-тен осы стойкалардың бәрін тоқып шығатын боламыз, тағы да 3 қатар.
Астыңғысы әрқашанда үстіне кетеді, үстіңгісі астына кетеді. Астыңғысы үстіне кетеді, үстіңгісі астына кетеді. Так. Соңғы 8 стойканы бөлеміз. Астыңғысы үстіне кетеді, үстіңгісі астына кетеді. Астыңғысы үстіне кетеді, үстіңгісі астына кетеді. Осылай біз 4-4-тен енді тағы да қазір бір қатар тоқып шықтық қой, енді тағы да 2 қатар тоқып шығамыз. Міне қыздар, біз 4-4 стойкадан 3 қатар тоқып шықтық. Енді 4 стойканы уже 2-ге бөлеміз. 2-ге бөліп, бұларды 3 қатардан тоқып шығамыз енді. Мына стойкалардың бәрін 2-ге бөлеміз де. Осыларды 3 қатардан тоқып шығамыз. Астыңғысы үстіне жүреді, үстіңгісі астына шығып отырады әрқашанда. Осы принциппен 2-2 қатардан бәрін тоқып шығамыз. Өсіретін жерінде трубочкаларымызды өсіреміз. Өсірген кезде астыңғы жағына келетіндей болу керек, көрінбейтін жағы көрінбейтіндей болып. Мана мен мына жерде уже өсіремін. Солай ары қарай 2-2-ден тағы да 3 қатар тоқып шығамын мен қазір. Қыздар, мен уже мына 2-2 стойкадан уже 3 емес, так, уже почти 5 қатардан тоқыдым. Не үшін 5 қатар 3-тен көбірек тоқыдым? Себебі стойкалардың арасы жеткілікті дәрежеде болғандықтан мен ары қарай тоқи бердім. Енді стойкаларымды ары қарай тоқи берсем, стойкаларымның арасы алшақтап кетеді. Сол үшін мен оларды көбейтуім керек. Ол үшін не істеймін? Бір трубочканы алам. Оны мына слишком ұзын трубочка керек жоқ, сондықтан жартысына майыстырып бөлем да. Үшкірлеп қиып аламын. Так. Енді мысаға мына бір кез келген бір трубочка, стойканы аламыз. Мына 2 трубочка, 2 стойка мына. Соның 2 жағынан кигізетін боламыз. Так, көрініп тұр ма? Мына біреуін бір жағына кигіземіз. Клей капать етіп жіберсек өте дұрыс болады. Қатып қалады клей. Так, екіншісін екінші жағына кигіземіз. Екіншісі мына жерден не ашып жібереміз да, орнын ашып жібереміз да. Екіншісін осылай мына үшкір жағын мына клей капать етіп жіберіп, мына осы екінші жағына кигіземіз. Так, мына осылай мына барлық 2 стойканы өстіп 2 жағынан бір-бірден стойка қойып, сөйтіп көбейтіп аламыз. Так, мына трубочкамызды 2-ге бөлеміз. Ұзын керек жоқ, по-любому біз қазір табанымыз тоқ болғасын, оларды қиып тастау керек, сондықтан қатты ұзын болғаны керек жоқ. Мына тағы да көрсетейін. Мына 2 стойкама, соның 2 жағын бүйтіп кеңейтіп аламыз. Бір жағына бір трубочка, екінші жағына тағы бір трубочка. Екінші жағына екінші трубочкамызды кигіземіз. Так, үшкір жағын. Так, трубочкаларым жұмсақтау болып тұр қазір. Қаттырақ трубочка алайын. Негізі стойкаларға трубочканың қаттырақ болған дұрыс. Свежий, жұмсақ кезінде келмейді. Ал рабочий тоқылатын трубочкаға, наоборот, жұмсақ болған дұрыс. Жандай тоқуға ыңғайлы болады. Так, мына
Осылай мына барлық трубочкаларымды мен сөйтіп екі-екіден көбейтіп шығамын. Сосын оларды сол қайтадан сол екіге бөліп, оларды да сол екіден тоқшатын боламыз. Мына қыздар, мен стойкалардың бәрін екі жағына осы бір-бірден стойкалар қойып, екі стойканы міне 4 стойка қылып көбейтіп шықтым. Енді сол стойкаларды енді қайтадан екіге бөліп, тағы да тоқ шығатын боламын. Өзіме керек көлем болғанша енді до конца осылай тоқ шығамын. Так, мына үсті асты үстіне кетеді, үсті астына кетеді. Так, асты үстіне түседі, үсті астына кетеді. Мына өстіп, енді өзіме керек размер шыққанша осылай тоқи беремін. Көрініп тұр ма? Так. Астына кетеді, қызым. Әрқашанда асты үстіне түсіп отырады, үсті астына түсіп отырады. Мынау енді астына кетті, асты үстіне түседі, үсті астына түседі. Осы тәртіппен мен тағы да тоқып шығамын. Мына қыздар, мен өзіме керек формада тоқып шықтым. Барлық жерлердің, барлық екі-екіден тоққан стойкалардың бәрін мына 6 қатардан тоқыдым. Мына жерде енді соңғы жері келіп тұр. Қазір осы жерде мен қысқартам. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жер, мына стойка ең соңғы кезі, соңғы жері. Так, мына астыңғы стойканы бір тоқып, мына келесі стойканың астына майыстырып, мен сол жерден қиып сол жерге кіргізіп қысқартамын. Так, мына жерден орын ашып аламын. Мына жерден орын ашып аламын да, мына осы жерге кигіземін. Так, қазір. Так, осы жерге кигіземін. Енді келесін. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Мына 6-шы болады. Келесін. Мына стойканың арт жағынан қиып барып, сол жерге кигізіп жіберемін. Так, келесі стойканың арт жағынан кигізіп жібереміз. Так. Солай біз тоқымамызды аяқтаймыз. Так, мына өстіп кигізіп жібердік. Енді не істейміз? Негізі мына стойкалардың бәрін қиып шығуымыз керек, қиып қайтадан жаңартуымыз керек стойкаларды. Негізі мына ұзын стойкаларды қалдырып, мына қысқаларын қидырып, қысқаларын ғана өсіріп шықсақ та болады. Егер трубочкамызды экономдаймыз десек. Но бірақ мына жерде көп нелер. Так. Кейбір стойкалар қабырға болуға жарайды, кейбір стойкалар жарамайды. Мына екеуі де қысқалары бар. Оларды түгел не қылуымыз керек, қайтадан өсіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? Мынаны полностью мына жерден қиып тастап, мынаның үстінен қайтадан 2 стойка қылып өсірсек те болады. Немесе трубочканы өсірген сияқты қып, үшкір қып қиып, көрініп тұр ма? Так, мына үшкір қып қиып, мынандай қып, сөйтіп солай өсірсек те болады.
Мен енді қазір осы трубочкалардың бәрін қысқаларын қиып, ұзындарын қалдырып, осыларды жаңадан қабырға жасау үшін өсіріп шығатын боламын. Оны бірақ уже келесі видеодан көретін боласыздар. Сондықтан келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.